Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Ауа райы керемет. Жай балық түсіп отыр мына жерде. Опа, нормально ғой. Жақсы соң екен. Достар, бүгін сіздерге судың деңгейін көрсетейін деп шықтым. Судың деңгейі біраз көтерілген жалпы. Оның астында құрғақ болған негізі. Сол су көтерілген. Балық жайлап жүріп жатыр, өздеріңіз көрдіңіздер жаңа. Су әлі келіп жатыр. Жақсы, жаман емес. Су көп болған жақсы. Дайығымыз толсын, каспийіміз толсын. Балықшылар отыратын жер. Бүгін айттым ба сіздерге, бүгін 23 сәуір. 23 сәуір. Соған сіздерге қазір судың деңгейін айтам. Бізде Индер ауданында судың деңгейі 1 сантиметрге көтерілген. 534 сантиметр болып тұр қазір. Қауіпті деңгей ол жақта 900 сантиметр. Махамбет ауданында 2 сантиметрге көтерілген. 645 сантиметр болып тұр. Қауіпті деңгей 900 сантиметр. Атырау қаласында судың деңгейі 2 сантиметрге көтерілген. Атырауда 2 сантиметр көтерілген. 400 сантиметр болып тұр. Қауіпті деңгей 700 сантиметр. 700. Бұрын сіздер білесіздер, қауіпті деңгей бізде 500 ба, 550 шамасында болған. Соны 700-ге дейін көтерді қазір. Ауа райы жақсы, жылы, ыстық емес, салқын емес. Судың жағасында өте жақсы болып тұр ауа райы. Осы достар, су жайлап келіп жатыр. Енді жаймен деп келіп жатыр. Аны қатты немес, екпін жоқ. Ағыс бар, су лай. Балықшылардың айтуынша балық жақсы жүріп жатыр дейді. Сол ертең жақын арада шығуым керек бұйырса. Осы достар, видеомды аяқтайын. Пікір қалдырып кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш. Ассалаумағалейкум.